Сәлем достар. Бүгін деп жатырмын, осы күндер бір қазақ ертегілерін оқып, сондай бір мынау ертегілер қазақ ертегілерін оқып, бір сондай бір роликтер жасайын деп едім. Енді мына жағын өзім суретім салып, мына оң жағында неше түрлі кейіпкерлердің суреттерін салып, енді ол суреттерді өз қолыңмен салмасаң, мына интернеттен іздеп қарастырдым, бірақ мынау енді онда бір көрсетіп өткенде болатын, қандай суреттер бар екен. Бірақ енді өздерің былай қазақ ертегілерінің кейіпкерлері деген сияқты бір іздестіру жасаған кезде оның ішінен аса көп шықпайды, сол айналшықтап, орысшада, ағылшыншада бәрін салдым. Бірақ мынау дөп келетіндей осы ертегіде мынау уақиға барысында не істеп не қойғанына байланысты сондай бір кейіпкерлердің бір қимылдары, жүрістері, эмоциялар деген сияқты ештеңке ондай таба алмадым. Сондықтан қайтадан мынау жасанды интеллектіге келіп тіреліп отырмын. Негізінен басқалар жасап жатыр, енді соны байқап көрейін деп міне қайтадан қазір GPT-ге келдім. Енді басқадай да бар, оларды қазір мынау не барысында көрсетемін. Мынау іздестіру немесе осы нақты қандай нәтижеге жеткен, оның бәрін көрсетіп беремін деп ойлаймын. Енді сол ғаламтордағы осы іздену тарихтарын кәдімгідей бөліп бір әңгіме қылып шығаруға болады, менің ойымша. Ғаламтор деген ол бай дүние ғой, ішінде неше түрлі роликтер, суреттер, әңгімелер, музыка бәрі бар. Бірақ соны былай қолданатындай терең еңбек ету керек та. Мысалға сурет өз қолымен салсаң, енді ол ұзақ уақытқа содан кейін өзіңнің бір жан қиналысың болады ғой. Сол қандай образ салам деп, ол енді бір нәрсені тудырам деген, туу деген қиын нәрсе ғой, процесс. Сондықтан сондай қиын, уақыт көп алады. Сондықтан мына ғаламторды, осы жасанды интеллектіні қолдану қалай болады деп, осы бағытта басқалар да не істеп жатыр, соны көрейін деп қарасам, бұл қазір GPT енді мынандай түрі бар, бірақ негізінен жасанды интеллект 90-ға жуық тілді түсінеді. Сондықтан мысалға біреу жол беріп қойса, мысалға сен ана жер барып салсаң қазақшаны да түсінуі тиіс негізінен. Сондықтан бұл қазір GPT-ға тіреліп қалған жоқ бұның бәрі деп ойлаймын да. Бір жағынан мынандай сурет немесе мысалы сен ойлаймын да, дауыс жағынан да жасауға болады. Неше түрлі жасанды интеллектіні қолданып басқа тілдерді сөйлетіп жіберуге болады. Өзіңнің ойыңды да
сондықтан оны да бір көрсетіп беру керек. Негізінен осы жақсы бағыт деп ойлаймын. Мысалға үйде отырсаң бір осы бағытта жүре берсең, бұл талай нәрсе алып келіп жемісін жеуге болады, қысқаша айтқан кезде. Сол қазір мейлі, бұл бірінші бөлім деп атайық. Начать басынан бастайық. Содан кейін қайтып келдік. Енді мына жерге келген кезде енді бұл жерге өз сипаттап беруіміз керек. Мысалға жаңағы мен анау сиқыршының сыйы осы деген бір ертегіні аудиоға түсіре бастадым. Ол ерте заманда бір батыр болыпты деп басталады. Оның екі бір дүлдүлі болыпты деген сияқты. Енді мысалға маған ерте замандағы қазақтың батырының бейнесі керек, және екі дүлдүлі керек. Енді оны ерте жазсақ та, ерте ғасырда, ерте ғасыр ма, орта ғасыр ма, мейлі ғасырда қазақ батыры, мейлі енді мал бейнелеп берші, лимит болса да еркіндік беріңіз. Енді бір бет бойы жазбаймыз ғой. Қазір маған ролик керек. Ал қазір істеп береді. Негізінен мынандай ғой. Мынандай қазақтың батырын орта ғасырда мынандай қылып берді. Күшті. Мынаған күшті ғой мынау. Ал, енді не қыл дейсің ал. Күшті. Бұны енді қалай салып аламыз?